Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығарудамыз. Бізге үшінші есеп берілсін. Бұл жерде теңдеулер жүйесінің шешімін табу қажет. Берілген теңдеуіміз бізде бірінші теңдеуіміз көрсеткіштік теңдеу, яғни x8-дің x плюс y дәрежесі тең 64-ге. Ал екінші теңдеуіміз x минус y тең 2 сызықтық теңдеу. Осы теңдеулер жүйесінің шешімін табу қажет. Алдымен теңдеулер жүйесіндегі бірінші көрсеткіштік теңдеудегі негізі 8 және 64. 64-ті 8 негізге келтіріп алайық. Сонда 8-дің дәрежесінде x қосылған y тең болады 64 бізде 8-дің квадратына тең. Ал екінші теңдеуден біз x-ті тапсақ, x тең 2 қосылған y-ге тең. Олай болса, бірінші теңдеудегі негіздері бірдей болғандықтан дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. Сонда x қосылған y тең болады 2-ге. Ал екінші теңдеуіміз x тең 2 қосылған y күйінде қалдырамыз. Олай болса, x-тің орнына 2 қосу y-ті қойып, y пен x-тің мәнін табайық. Сонда бізде x-тің орнына 2 қосылған y қосу y тең болады 2-ге. Y-ті қоссақ 2y, 2-ден азайтамыз 2-ні тең болады 0-ге. Олай болса, y-тің мәні тең болады 0-ге. Енді x-тің мәнін тапсақ, y-тің орнынан 0-ді қойып x-ті табамыз. Сонда x тең болады, 2-ге қоссақ 0-ді, x-тің мәні 2. Олай болса, берілген теңдеулер жүйесінің шешіміндегі x-тің мәні 2-ге, y-тің мәні 0-ге тең. Орнына қойып тексерейік. 2 қосылған 0, 2, 8-дің квадраты 64-ге тең. 2-ден азайтам 0-ді тең болады 2-ге. Олай болса, берілген теңдеулер жүйесінің шешімі x-і 2-ге, y-ге тең 0-ге болатын өрнегіміз болып шығады. Келесі, төртінші есепті қарастырайық. Бізге пойыз 245 километрді 3,5 сағат уақытта жүріп өтеді. Пойыз өзінің жылдамдығын өзгертпей, 2,5 сағатта қанша қашықтыққа баратынын табуымыз қажет. Олай болса, бұл жерде берілген есепте тура пропорционалдық орындалғандықтан, біз километрді километрге қатынасын, сағаттың сағатқа қатынасын теңестіретін боламыз. Сонда теңдеуіміз 245 бөлінген x тең болады 3,5 бөлінген 2,5-ге. Бұл жерден пропорцияның қасиеті бойынша x пен 3,5-ті көбейтеміз. 3,5 x тең 245-ті көбейтеміз 20, 2,5-ге. Сонда x-тің мәнін табатын болсақ, 245 көбейтілген 2,5 бөлінген 3,5. Бұл жердегі 2,5 пен 3,5-ті екеуінде 5-ке қысқартатын болсақ, немесе түрлерін санын ескеріп, онда біз былай жазып алсақ та болады. 245 көбейтілген 25 бөлінген 35 пен алмастырсақ, теңдеудің мәні өзгермейді. Бұл жерде 25 пен 35 сан 5-ке қысқартсақ 5 қалады, 35-ті 5-ке қысқартсақ 7 қалады. Енді 245-ті 5-ке көбейтіп 7-ге бөлеміз. Сонда x тең 5-ті 5-ке көбейтсек 25 x ойда, 20, 22 x ойда, 10, 12. 1225-ті бөлеміз 7-ге. Сонда бұл өрнектің мәні 175-ке тең. Яғни есепте 2,5 сағат уақыт аралығында пойыз 175 километр қашықтыққа барады деген сөз. Жауабы 175 километр. Келесі 5-ші есепті қарастырайық. 5-ші есепте бізде логарифмдік теңсіздік берілген. Логарифм 7 негіздегі 3x қосылған 1, осы өрнегі үлкеніне тең 2-ден. Бізге берілген теңсіздікті шығаруымыз қажет. Жауабындағы ең кіші бүтін санының квадратын табуымыз қажет. Олай болса, берілген логарифмдік теңсіздікті шығарайық. Алдымен 2-нің қасына логарифм 7 негіздегі 7 өрнегін көбейтейік. Сонда логарифм 7 негіздегі 3x қосылған 1, үлкеніне тең 2 көбейтілген логарифм 7 негіздегі 7.
2 логарифмнің қасиеті бойынша 7-нің дәрежесіне барады. Сонда бізде логарифм 7 негіздегі 3х қосылған 1 үлкеніне тең логарифм 7 негіздегі 7-нің квадратына. Енді бұл жердегі логарифм астындағы 3х плюс 1 өрнегінің өзі үлкен болу керек 0-ден. Яғни 3х плюс 1 үлкен болу керек 0-ден. Және екі жағында логарифм болғандықтан екінші теңістігіміз 3х қосылған 1 үлкеніне тең 7-нің квадраты 49. Бұл жерде логарифмдердің теңістік таңбасы ауыспайды. Себебі 7 негізі бірден үлкен болғандықтан теңістік таңбасы ауыспайды. Осы екі теңістіктер жүйесінің шешімі берілген логарифмдік теңістіктің шешімі болады. Олай болса, бірінші теңістіктен 3х үлкен минус 1-ден, екінші теңістіктен 3х үлкеніне тең 49-дан 1-ді азайтса 48. Сонда бірінші теңістіктен x-ті тапсақ, x үлкен минус 3-тен 1-ден. Ал екінші теңістікте 48-ді 3-ке бөлетін болсақ, x үлкен не тең 16-дан. Енді осы екі теңістікті қанағаттандыратын аралықтағы шешімін табайық. Ол бізде екі координаталық түзу саламыз. Біреуі минус 3-тен 1, екіншісі 16. 16 бұл аралыққа кіреді. Өйткені теңістігіміз қатаң емес. X үлкен минус 3-тен 1-ден, яғни бірінші теңістіктің шешімі минус 3-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Ал екінші теңістікте x үлкен не тең 16-тан, яғни 16-тан плюс шексіздікке қарай. Олай болса, берілген теңдеулер жүйесінің шешімі осы екі түзудің қиылысқан аралықтағы шешімі болады. Яғни бұның жауабы теңістіктер жүйесінің шешімі ол бізде 16-дан плюс шексіздікке дейін. Осы аралықтағы ең кіші бүтін сан 16. Ал бізге табу керек осы теңістіктердің аралықтағы ең кіші санының квадраты. 16 ең кіші болғандықтан 16 санының квадраты тең болады 256-ға. Сонда 5-ші есептегі берілген теңістіктер жүйесіндегі ең кіші бүтін санының квадраты 256. Біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.